Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам не дейді? Қияметте мені 3 жерден іздеңдер, табасыңдар дейді. Сират көпірінің жанында тұрам дейді пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам. Сираттан пайғамбарымыздың үмметінің әрбіреуі өтіп жатқан кезде Робби сәллим, я Раббым амандықта өтсінші деп пайғамбарымыз дұға қылып тұрады дейді. Одан кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам амалдарды өлшеп жатқан таразының жанында мен болам дейді сол кезде. Таразының жанында шапағатшы етіп Расулуллах саллаллаху алейхи уассалам сол кезде жүреді. Және де Каусар хауызының жанынан мен іздеңдер дейді пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам. Пайғамбарымыз бір орында тұрмайды бүйтіп, есеп қашан болады екен деп күтіп тұрмайды Расулуллах саллаллаху алейхи уассалам. Ол қияметте жүгіріп жүреді да. Ал қиямет деген оңай күн емес. Уатарыннаса сукаро. Адамдарды мас күйінде көресіңдер дейді. Бірақ олар мас емес дейді. Фа иннал азаб Аллахи шадид. Алланың азабы қатты дейді. Қияметте махшар алаңында жер созылып, махшар кегіс болып төселеді. Адамдардың барлығы жиналады. Әркім әртүрлі кейіпте. Біреулердің қарындары үрленіп кеткен. Біреулердің түрлері 200-ді болып кеткен. Ірін ағып жатыр. Біреулер аяқпен жүріп баратыр. Біреу бетімен жер сүзгілеп бара жатыр. Әркім әртүрлі кейіпте тіріліп жатыр. Алла сақтасын. Тозақ көрініп жатыр. Күнің жап жақын. Уақыт өтпейді. Уақыт ешқалай өтпейді. Терінде батып жатыр. Не болып жатыр дейсің ғой? Сол кезде адамдардың барлығы паника ғой. Пайғамбарымыздың сахих хадисінде келеді, Муслимде жететін. Адамдардың барлығы не істерін білмейді. Жиналып алып, адам пайғамбарға барады дейді. Я адам, анта абу башар. Бүкіл адамзаттың әкесі сенсің. Бізге көмектес дейді. Сол кезде адам пайғамбарына сөзді айтады. Қараңыздаршы. Алейхиссалам, менің Раббым бүгін сондай ашулы. Бұл одан алдын ондай ашуланбаған еді. Бұдан кейін де үйтіп ашуланбайды. Бірақ ашуы сондай бүгін қатты. Мен анау жеме деген ағаштан жеген едім. Мен өзім бүгін қорқан. Нәфси, өзім, басым. Маған келмеңдерші, Нұхқа барыңдаршы деп жібереді. Адамдардың барлығы талпа болып Нұхқа жиналып барады. Ей, Нұх, сен Алла тағаланың жіберген алғашқы елшісісің жер бетіне. Сені Алла тағала қасиетті Құран кәрімде абдан шакура, шүкіршілік ететін құлдардың қатарынан болды ол. Нұх деп сені мақтады ғой. Ей, Нұх, бізге көмектесші десе, Нұх айтады дейді. Бүгін Раббым менің қатты ашулы, бұндай ашулы күйде мен көрген емеспін. Мен өзімнің қауымыма қаншама дағуат қылып едім ғой. Мен өзім нәпсім деп қалып қояды сол кезде. Өйткені не істеді? Қауымына қаншама дағуат қылды, қаншама сөздер айтты. Ергендер аз болды. Соңында амалы таусылып, болды, сумен алып кете берші деді. Қорқып отырды Нұх сол кезде. Одан кейін Нұх пайғамбар, жоқ, маған келмеңдер, Мұсаға барыңдар дейді. Мұсаға барады. Калламаллаху Муса таклима. Раббымен сөйлескен адамсың ғой сен, ей Мұса. Көмектессейші бізге десе, Мұса айтады, мен де қорқып тұрмын. Мен бір адамды өлтіріп қойған дейді. Білесіздер ме Мұса пайғамбардың оқиғасын? Байқамай бір адамды өлтіріп қояды. Өзі аңдамай жерден. Өзінің күшін қаншалықты екенін білмей қалып. Мен бүгін кінәлімін, нәпсім деп, Мұсаның өзі нәпсім деп айтып жатыр дейді сол кезде. Барыңдаршы, Ибрахимге барыңдар, пайғамбарлардың атасы ғой дейді. Ибрахимге барады дейді. Я Ибрахим, пайғамбарлардың атасы, көмектесші десе, айтады дейді, мен де қорқам дейді. Мен Раббымның құзырында 3 рет өтірік айтқам дейді. Мен қатты қорқам дейді. Естір ме қандай өтірік? Шыны бар өтіріктер ғой ол. Негізі асылында өтірік емес та ол.
Біреу мысалға мынандай Намрут жанындағы әйелін көрген кезде сұрайды, мынау кім дейді. Бұл қарындас дейді. Бұл қарындасым дейді. Негізі дін бойынша қарындасың. Дін бойынша қарындасым деп айтуға болады. Өйткені дінде бауырластық бесеу болады, білесіздер ма? Әке біреу, шеше біреу. Бұл бір бауыр. Әке біреу, шеше әртүрлі екінші бауыр. Шеше біреу, әкелері әртүрлі үшінші бауыр. Бір емшектен енген болса төртінші бауыр, және де бесінші бауырмастық діндегі бауыр дейді. Осындай бауырмашылдықтың 5 түрі бар дінімізде. Бұл менің қарындасым дейді. Айтқысы келіп отырғаны діндес, қарындасым, бауырым. Ал әйелім десе не істейді? Анау Намрут тартып алайын деп тұр. Былай қарап отырсаң өтірігі бар, аралас нәрсе да. Шыны бар да, негізі шындық бұл. Өтірік емес, бірақ ол қорқып отыр да. Ибрахим пайғамбар қорқып отыр. Мен Раббымның құзырында 3 рет өтірік айтып қойған, болды, қойыңыздар, маған тиіспей ақ қойыңыздар. Енді не істейміз? Исаға барыңдар дейді да. Сол кезде Исаға барған кезде, ей Иса, сен көмектес енді бізде. Сен анау кішкентай кезде, бесікте болған кезде сөйлеп едің ғой. Алла саған сондай үлкен нығмет берді, сен әкесіз ақ жаратылдың ғой десе. Иса айтады дейді, жоқ дейді. Ештеңке, ешқандай күнәсін айтпастан, нәпсім, маған жоламай ақ қойыңдаршы дейді. Енді не істейді адамдар? Енді не істейді? Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға барады. Пайғамбарлар шырылдап жатыр, нәпсім деп. Бұл пайғамбарлар білесіз ба? Улул азм пайғамбарлар дейді бұларды. Ең қатты сынаққа алынған, ең ұлық пайғамбарлар бұлар. Ең ұлық пайғамбар 5-еу осы. Нух, Мұса, Иса, Ибрахим біздің пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Улул азм дейді бұларды. Ұлық пайғамбарлар. Ана нәпсім деп қорқып жатыр да. Айналайын, Ибрахим пайғамбар 3 рет өтірік айттым дейді өмірімде. Бізде сағатына 3 рет өтірік айтатын адамдар бар. Біреу өмірімде 3 рет өтірік айттым деп, ана кезде нәпсім деп отыр, біреу сағатына да. Біреу 1 ай бойы ата-анасына, жақын туған туыс бауырларына уағыз айта алмай жүрген бар. Нух пайғамбар 1000 жыл бойы дағуат қылса да қорқып тұрған түрі анау да. Қараңыздаршы қандай жағдай болып жатыр. Раббың жеме, істеме, харамға барма, харамға қолыңды сұқпа, ол нәрсені ғайбатты айтпа деп қаншама харам нәрселерді істеп жатырық қой біз. Адам пайғамбар 1 рет ағаштықын жеп қойған үшін анандай өкініште нәпсім, Раббым сондай ашулы деп, маған жоламай ақ қойыңдаршы, мені қалдырыңдаршы деп сондай өкініште болып жатыр да. Бұл үлкен пайғамбарлар. Ал енді қараңыздар, ғалымдарымыз айтады, ал салихалы, солих, әулие болған мен деген мұсылмандар, олар не болады? Олар не болады сонда? Пайғамбарлар сөйтіп шырылдап жатқан кезде олар не болады? Ал енді жарайды, оларды қойыңыз. Біз не боламыз? Біз деген кемшілігі толып жатқан адамыз ғой біз деген. Біздегі кемшілікті қазір бар ғой. Үйіңізге барыңыз, әйеліңізге айтыңыз, мен кемшілігімді, сізге қағазға тізіп береді әйеліңіз. Балаңыз тізіп береді. Ініңізден сұраңыз, ағаңыздан, анаңыздан сұраңызшы қазір. Кемшіліктеріңізді қағазға санап тұрып, бізге не болады сонда? Бауырлар, біздің халіміз өте ауыр болады. Тіпті Иса пайғамбарға Мәриям анамыз келеді дейді бір риуаяттарда. Балам-ау деп, пайғамбар ғой. Анашым деп айтады дейді. Бүгін мен саған көмектесе алатын жағдайда емеспін деп айтады дейді. Қарашы қандай жағдай болып жатыр. Бүкіл маған тиіспеңдерші, мен өз-өзіммен әлек болып жатырмын деп қорқып жатыр ғой. Сол кезде адамдар кімге барады? Кімге барады адамдар? Пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламға барады. Көмектесші дейді. Сен Алланың ең соңғы пайғамбарсың ғой дейді. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам дейді. Не дейді? Сәжде қылады дейді. Сәжде қылғанда да өмірі ондай мақтау мадақ Аллаға айтылмаған еді дейді. Бірақ Алла тағала соны пайғамбардың аузына салады дейді, сол мақтау мадақ сөздерді.
Сол кезде пайғамбарымыз сәждеге жатып алып Алланы мақтайды. Мақтау мадақтар айтып атады. Сол кезде Алла тағала «Ирфа раусак я Мұхаммад». Басыңды көтере қой, ей Мұхаммед деп айтады дейді. Сол кезде пайғамбарымыз басын көтереді ғой. Сол кезде Алла субханаху ва тағала бүйтіп айтады дейді. «Инталиқ фа ахрич». Барды шапағатыңды ете бер. Бірінші бүйтіп айтады. Сәл, сұра, мен берем дейді. Шапағат еткің келе ме? Ет. Оны да мүмкіндігін туғызам дейді. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, Алла күтіп тұр ғой, не сұрайсың деп. Сұрасай берем. Сол кезде пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Аллаға, уммати, 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 менің үмметім я Раббым, менің үмметім я Раббым, менің үмметім я Раббым дейді. Сол кезде басқа бұл сахих хадис толықтырады. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Алла тағала инталиқ фа ахрич, барда үмметіңнен болған адамдарды шапағат етіп жәннатқа кіргізе бер дейді. Сәл уақыттан кейін пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айналып келіп тағы да келеді дейді. Алланың құзырында қайтадан сәжде қылып Алланы мақтайды дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Алла тағала тұрғызып алып, не қалайсың ей Мұхаммед, сұра берем десе, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Аллаға қарап тұрып, үммати, үммати, үмметім, үмметім, я Аллахым, үмметім, үмметім десе, Алла тағала айтады дейді. Барда кімнің жүрегінде мисқала зарратин, хардалатин, кішкентай шаңның тозағындай дәнектей иман болса, соны барда жәннатқа кіргізші дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сәлден кейін қайтадан айналып келеді. Үшінші рет сәждеге тағы да құлайды. Алла тағала көтер басыңды, не болды, сұрашы берем деп айтады. Я Раббым, үмметім, үмметім, үмметім деп тұр дейді әлі. Барда дейді, хадисте келеді, әдіна, мына шаңның тозағынан да, дәннен де төмен болған, одан да төмен болған, кішкентай иманы бар ба жүрегінде. Соны алда жәннатқа кіргіз. Пайғамбар саллаллаху төртінші рет келеді дейді, шамалдан кейін. Төртінші рет Расулалла тынбай жатыр пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Өйткені үмметінен болған адамдар тозаққа кірейін деп тұр. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям төртінші рет келіп, сәждеге келіп, Раббым, Раббым, Раббым мақтау айтады. Алла тағала тұрғызып, не болды, сұрашы десе, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Аллаға қарап тұрып, үмметім, үмметім, үмметім. Әлде де сол үмметім, үмметім, үмметім деп тұр дейді. Сол кезде Алла тағала айтады дейді. Барда дейді, кімнің жүрегінде ла иляха иллаллах деген сөз бар, соларды алда жәннатқа кіргізе бер дейді. Ешқандай хайырлы амал жоқ Құдайдың құзырында. Жүрегінде тек ла иляха иллаллах деген сөз ғана бар еді, Құдайға сенетін, Алланы бір деп білетін. Бірақ ешқандай хайырлы амал жоқ, соларды алда жәннатқа кіргізе берші деп айтады дейді. Міне біздің пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям кім? Анау пайғамбарлар, үмметім, мен нәпсім, мен қорқам жоқ. Ал Расулаллах саллаллаху алейхи ва саллям осындай жағдайда болады ертең. Алла тағала берді соны, қараңызшы. Қандай жұбату бұл. Қалай жақсы көреді деймді Алла тағала біздің пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямды. Қалай жақсы көреді. Сондай мүмкіншіліктерді беріп жатыр да. Кәусар, сондай үлкен хауыз ол. Біз айтып кеткен манағы сипаттардың барлығына ие болып отқан. Енді оның барлығы жай емес қой бауырлар. Сол үшін пайғамбардың үмметімін деген атқа лайықты болу үшін Расулалла саллаллаху алейхи ва саллям кім екенін білу керек та. Менің өмірімде соңғы кезеңдердің барлығы соған апарып жатыр да. Интернетті ашып қалсам, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям жайында уағыздар тұрады да. Білмеймін неге екен, пайғамбар жайында уағыздар шыға береді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның өмір баяндары жайында бірнеше кітаптарды алдында сатып алдым. Сатып алып қойдым да, соның біреуін
Біреуі шейх Мұхаммед Саид Рамадан Аль-Бутидің кітабы Фиқхус сира деген. Соны сатып алдым да, ән оқимын, мін оқимын, қалды. Сөйтіп, жақында түс көрем. Түсінде көшенің бойында кетіп баратса, көшенің бойында манағы кітаптың авторы Мұхаммед Саид Рамадан Аль-Бути шейх рахимахулла отыр. Кәм түсімде. Жанында бауырым бар. Бардым, шейхтің жанына жүгіріп бардым да қолын ұстап алып, сүйіп атырым. Кәртайған кісі екенін көрініп тұр. Қолын сүйіп атырым да арабшалап айтып атырым. Нахну нарифука шейх, нахну нухиббука валлахи, валлахи, валлахи деп. Өйстіп айтып, жылап атырым, ез болып төгіліп атырым да. Шейх, біз сізді танимыз, біз білеміз сіздің кім екеніңізді. Біз Алланың атымен антеміз, сізді жақсы көреміз деп. Қайталап қолын сүйіп атырым. Ана кезде шейх қатты ұялып атыр. Сосын шалден кейін тұрды да, біліп тұр да біздің басқа жақта жүргенімізді. Орнынан тұрды да, бізге жол көрсеткісі келіп, бізге машина ұстап бергісі келді ма, баратын жерімізге дейін. Сөйтіп жолдың жиегіне барып, машина тоқтатуға кетіп баратқан жерінде алып оянып кетті. Бүкіл пайғамбар салсамды тануға әкеп отыр. Мен айтайын, ойлайтын едік қой, пайғамбарымыздың өмір баяны жайында бір кітапты оқып алып, соның өзіне де жете алмай жатырық қой. Бірақ мен айтайын, биллахи айтам, пайғамбарымыздың танымай жүрген қырларымыз өте көп екен бар ғой. Оқи берген сайын бар ғой, түбі жоқ деп. Шынымен де. Айтайын, шын айтам, көп пайғамбар жайында көп нәрсе білмейміз біз әлі. Көп нәрсе білмейміз. Кешегені қажылыққа, умраға барып келген адамдар білет, пайғамбар салсамның үйі қай жерде орналасқан, анау таулардың үлкендігі қандай, шығудың өзі қандай. Азап қой пайғамбар салсам күнде болған. Өтте жүйрік адам болған ғой. Пайғамбарымыздың қызметін көрсеңіз бар ғой, біз соның 1% орындай алмай жатырмық. 1% пайғамбардың істеген қызметін дін үшін 1% істей алмай жатырмыз. Біз үйтіп теріле алмаймыз. Қараңызшы, сіз үйтіп үмметім деп, бүйтіп тұру, пайғамбарлар үйтіп тұра алмай жатыр, нәпсім деп. Үмметім деп тұру үшін кім болу керек деймін де ол. Пайғамбарымыз сол үшін айтады: "Ана сайиду нас фи яумил қияма", мен қияметте адамдардың несімін мырзасы боламын деді. Уәлә фақар, мен онымен мақтанып тұрған жоқпын дейді. Ол Алланың маған берген сондай үлкен сыйы.